қалай асыраймын деп жүр. Әркім үйін сыпырып, әктеп, сөйтіп жүрген қатын мінекей. Сіз көршісіз ба? Мен көршісінде тұрған сәсетімін. Мен әрі апасымын мен. Екеуі де апам. Мына шалдың көзін көрген мен. Шал өте жақсы кісі болған. Күйеуің ба? Ойбай, а? Күйеуін көргенсіз ба? Ойбай, атамды да көргенмін. Күйеуінің әкесін көрген. Атасын көргенмін. О кісі мынандай кісі болған. Осы тамды өзінің еңбегіме салды. Осы бір балам үшін Бір балам үшін деп қандай салды. Бұл бейшара шалмен жаңағы бала тырнақтап осында еңбектеніп істеді. Енді мына не бұл бала шағасы бұйырмайды бұның. Бұйыру керек қой. Бұл қатынды мен аяп тұрған жоқпын. 4 баланы тамынан алып алмақшы екен, алып қоймақшы екен. сол 500 мыңға осы екі там 500 мың дамын адам кім береді? Кім береді? 500 мың адам, мұшықты көрсетпейді ғой, сөздің ашығы. Мына қара жерді 500 мың емес, қазір миллион болып жатыр. Сол түсірген адам құды көрек. Мен қыста неге кеп қалдым, бір кеп қалдым мен осы үйге кеп. Әрдайым әйтеуір етім болса ет, көмір болса көмірімді, анау болса анауымды беріп тұрады, мінекі көз түріп өтірік айтсам. Киім берем балдарына, өзіне киім берем. Неге? Мен есіркеймін мына балдарды. Мен жеп отырып, мен жеп отырып, ашып отыра алам. Бұны қуыпта жіберген бұлар. Мен үйіме 2 күн жатқыздым. Өтірік барасыз ба? 2 күн жатқыздым. Жуындырып, шайындырып, балдарына тамақ беріп 2 күн жатқыздым. Содан кейін айқай шумен мен кіргіздіріп бердім. Айтпасам, 14 бар ғой баяғы. Жаңағы. Училищелер ғой. Училищеде қуып жіберген соны. Сояқта жатып, балдар, мына бала мына төлет жуған, ана төлет жуған, ана балаға дейін төлет жуған. Естідім мен. Сөйтіп олар қаңғыт жіберген бұларды. Ана бір ортада жүрген бір 50 мың. Нұрлыбек деген бәле бар екен, 50 мың. 250 мыңдап қойды ғой. Әрі 500 мың сатқанда 250 мың тиді ме, маған тимеді ме, құдай білсін. 250 мың алып қағамнан. Не керек, не болды сонда? 250 мыңға осыдан бағалына ма? 250 мыңға жерде бермейді ғой жаным. Жерде бермейді ғой. Жерде бермейді ғой. Әнекей, менің көргенім сол. Сонан кейін мына осы кім екеуміз Рахия екеуміз шырылдап қанша араға түсіп жатырмыз. Бір күні келсем, бір кеп қалдым неге кеп білсем, ана әйел екеуі келіп тура мынаны жұлып жатыр. Жуайын деп жатыр айқайлап. Шық, тәуенақта шық, мен де аурумын. Тоқта беріп жаным дедім. Тоқта, бұл қайқарып тұр басымен дедім. Сені қайда ер азаматын бар екен ғой дедім. 250 мың осында үйде бағалап тұрсың ба, 2 үйді дедім айттым. Сөйтіп ұрысып жіберген мен. Содан кейін көрінбей кетіп еді, қайтада пайда болыпты, мен өзі ауырып қап. Үйде болмай жатырмын көбіне. Қалай заң қолдайды оны 250 мыңға? Қандай заң бары? Қандай заң қолдайды? Ол ақшамен істеп жатыр ол. Ақшамен істеп жатыр. Мына мектептің нелерін салып қойған, бәрін салып қойған. Бұл 4 басымен қайқа барады, жандарымда қайқа барады. Бұның әкесі іші жоқ қой. Паңлайтын. Әкесі болса, шешесі болса паңлайып барады деп. Ешкім шығарышламайды. Бұның туғаны ешкім жоқ, бұның туғаны да жоқ. Бар ма әлі? Туғаның бар ма айтшы? Туғаның да жоқ, әпшесі де жоқ, не інісі жоқ, ағасы жоқ. Қайқа барады деп бар. Ана қызы ауру, қапасынан инвалидтен кейін. Сабаққа бармайды, осы мектеп оқытады осы жерге. Оқытама білмеймін. Келеді апай. Келе ма? Келеді оқытады. Бұл пенсия не ждет бұл? Мен көзім көрді өзі. Математикадан қазақ тілден бәрі келеді. Базар деген ода ұшып тұр. Мына сайлау дегеннен бар қарыз алады. 30 мың 40 мың алады да пенсияны соған құяды. Әнекей. Магазин қайбет жестіреді дейсің. Двойный, тройный қарыз алған екен. Өзім мен магазинді істеген, осы магазинді ашқан мен. Сөйтіп құрсын пайда жоқ болып жауып тастаған мен. Әнекей. Сондай мені көргенім. Шалдың көзін көргенім, әбденің көзін көргенім. Осы той думанды өшеді дұрықтап істеген бишаралар. Енді бұлар қайқа барады. Шырылдап бәрі заң қайда? Ана қыз ауру. Ана қызы да денсаулық жоқ ананың. Өзінің болса денсаулық күн ары неге скорый келеді. Біз үйге бар звондайды. Мен звондап беремін. Не болды сонда? Заң қайда? Бір бай болса, байдың қызы болса мейлі кете беретін. Қайқа барады бұл 4 басымен? Қайқа барады? Білмеймін, түсінбеймін. Әділдік қақиттен ұшып кеткен ба әділдік? Сонда ақшамен шешіле ма не бар түрлі? Заң жоқ па? Осы да екеуміз шалдың көзін көргенбіз. Бұл әуеліге біз осы қоңсуап келдік, осы бәріміз қатар үй салдық. Атасы болды, Әбдуәл ол кезде жастау еді.
сол бір баламды үйлендіремін. Құдая осы бір баламның немеремді көріп өле кетсем арманым жоқ деп мына шал байқұсына тамды тұрғызды. Сізде көршісіз ба? Мынау кейінгі көршіміз. Бірге біте қайнап, бірге өстік әбді болды күйеуіменен. Одан әйтеуір жылдар өтіп кешірек үйленді. Кешірек үйленді, бұны осыны әйтеуір тағдыр ғой, екеуі табысып үйленді. Міне Құдайдың берген 4-5 баласын сөйтіп жүргенде шал байқұс қайтыс болып кетті. Оның Әбдуәлдің өзінде денсаулығы болмады, ода инвалид болды, оның өзінде денсаулығы болмады. Әйтеуір үйдің бәрін тұрғызып, ода мына жаздық үйде отыра банаған көріп, мына жыны болады деп, мынаны салды шал кейіннен. Ол кісі өте жақсы адам еді. Жаңа осы ауылдың бәрінің қариясы болатын. Сөйтіп әжептәуір отырған адамдар ғой, білмеймін, Әбдуәлі қайтыс болған екен, бұл байқұс өзі ауырды, қызы ауырды, әйтеуір әбішіп кетті ғой. Әбіші көрмегені жоқ. Сондай ортада сондай азғындарға алданып жаңағыдай болған ғой, оны анығын білмейміз енді. Ортада жүрген адам бұны ойбай, алтын балық таптым деп ананы шақырыпты деп сондай әңгімелер естідік қой. Біздің үйге де барып, мысалы мен квартирада тұрдым. Біздің үйге де барып талай паналады. Жаңағыда қарызымнан құтыламай жатырмын. Осында біреуден неғып едім деп. Алданып қалған жаңағы. Кім бар сіздің үйге? Мына кісі барып бала шағасымен. 2 ай ма, 1 ай ма жатты бұлардың үйінде. Паналады біздің үйде неғылып. Мына қуып жіберді мына жерде. Жоқ қой енді. Баратын жері жоқ, қонатын жері жоқ. 4 баласында біз қазақпыз ғой енді. 4 баланы қала қондырмайсың. Үлкеніңнің өзі 6-шы класс оқиды, анаусы 7 оқиды, анаусы 4 оқиды, анаусы кішкентайының өзі 4 жасар. Қалай менде бала шаға бар, мысалы менде де бала шағасыз күн жоқ қой, қазақпыз ғой, енді кіргіздім 4 баласымен қиылып кеп тұрғаннан кейін тамақ ауқатымды бердім, шайымды бердім, балдарын киіндім, жуындырып үйде жатты, көмектестім. Онан кейін мен мына жерді босқыма деп үйіне қуып әкелдім бұны. Сен неғып бос қыласың мына үйіңді, тұр. Сен тұрмағаннан кейін олар бас көктеп кіріп алады, үйіңді жинап, өйтіп отыр дедім. Мен көшіртіп қайтып әкелдім. Рас па өтірік па? Бұған дұрыстым. Бұл үйінде тұрсын дедім. Үйде тұрмаса ол көшіп қалады. Бұл шығарып көр сен дедім. Шығарып көр мынаны дедім. Мен көшіртіп әкелдім. Сояғы бала шағасын сөйтіп бірге едім мен де көрдім. Келіп айқайлап, осы мектеп сентябрь жақындап қалды, шықсын мен балдарымды оқытамын дейді. Сенікі дұрыс емес қой. 500 мыңға сен осыны айтамын, ала аласың ба? Қандай сен адам емессің? Сол шиеттей бала шағасымен обал емессің бе? Не ондай қылып істеп жүрсің десем, жоқ, сол басында уәделескенбіз бірдеңе деп. Қандай адам екен түсінбеймін. Ол Нұрбек деген бәлеме көрген жоқпын. Оқиды ба? Ол сауап деген ғой рух адамда. Ол араға түскен адам ғой. Бұдан ақша пайдаланған ғой, 200 мың пайдаланған болған қолы 200 мың. Не жақсы білемін ғой, 200 мың тиген мынаның қолына. 250 мың тиген. Сөйтіп жаңа мен осы кісінің үйіне тұрып атқан квартирамды түтеп, нағаннан кейін осы кісінің үйіне 3-4 айға көшіп келдім. Сөйтіп қыстай қыстадық. Мен тұрған кезде де жаңа кісі, Мұқан деген кісі келді. Бұл кісі документ турлап жаңа өзі пособие нелеріне алады ғой. Документ турлап кеткен кезде жаңа кісі келді. Мен шықтым. Сөйтіп соттан келдім деді маған. Сіз кімі боласыз деді. Мен 13 жыл араласқан досы болам дедім. Әрі көршісі мен бала кездегіден дедім. Күйеуім танимын дедім. Не себептен келдіңіз? Паспортыңызды көрсетіңіз деп мен талап еттім паспортын. Қасында бір жас бала болды. Ана кісі Мұқан деген кісі паспортын бермеді. Қасындағы бала Мадияр. Кім еді фамилиясы Нұргүл? Спандияров деген бала жаңағы паспортын берді. Шын соттан келдіңдер ма дедім. Дәлелдей аласыңдар ма? Кән қағаздарың бар ма дедім. Міне деді, сөйтіп ем, мына үй деді, екі жақтағы екі үйдің ортасында бұрын дуал болған екен деді. Өтірік соқпаңыз дедім, мен талай жыл тұрмын. Дуал болған емес дедім, біз бар болғалы дедім. Сөйтіп айттым. Сөйтіп баланың құжатын көріп, мен оқыдым. Куәлігін тексердім. Неғып жүрсіңдер, жайша жүрсіңдер ма? Сендер дедім. Сөйтіп ем, айналып кетті да, енді мен сіздерден сұрар көмегім мына қызға қалталы азаматтар болса, көмектесеймін дейтін адамдар болса, 1000 теңгеден, 2000 теңгеден болса да бүкіл мына Түркістанда халық көп қой, жинап берсе дейді. Не үшін болғанда, мына 500 000 теңгені қайтарып берсе, үйді, екі үйдің құжатын берем деп, осы кісіге уәде берген екен. Мұқан айта беріңіз. Мұқан деген кісі жаңағы 500 000-ды қайтарып берсе, мен үйім берем деген екен, екі үйдің құжатын. Сол 500 000-ды ортадан жинап берсек дейміз, 2000 теңге, 3000 теңгеден болса да, қалталы азаматтар болса көмектессе, осы кісіге өзі ауру, қызы сахармен ауырады, үйден домашний обучение, үйден оқиды, мұғалімдер келіп сабақ береді. Ал өзі де инвалид. Мысалы, инвалидтікке шығармай жатыр. Неге шығармайды бұны инвалидтікке? Инвалидтікке шығып ақша алуға болады бұл.
шығуға болады, көрініп тұр. Бұл зодпен ауырады, әрі жүрегі ауырады, әрі давлениесі бар. Міне, 2 күннің бірінде құлап қалады, көршілер куә. 2 күннің бірінде скорый келеді, біз дәлелдеп береміз. Дәлелде десеңізден скорыйды да шақырамыз келген. Уже белгілі жолдың астын поликлиникалары шаршады, уже кеп бұл кісіге скорыймен. Сонда 500 мыңды қайтасаң үйді берем деп жатыр ма? 500 мыңды Жаңа қайтар. алған адам. Алған Мұхан деген кісімен Нұрбек қасында Нұрбек те бар. 500 мыңды алса, үйді берсе қайтып береміз деп уәде берген екен. Уәде берген бе? Еркек па, еркекше уәдесінде тұрсын. Маған Берсін, айтқан өшіріп 500 мыңын Нұргүл пенсиясына 50 мың теңгеде төлеп болса да береді, сол үйді қайтарсын. Мен сөйтіп сұраймын. Біз үшін болмаса да 4 бала үшін қайтарсын сол үйді. Сіздерден сұраймын, әділдік жоқ па не? Міне шырылдап жылап отыр қазір. Мен 4 баланы кім тастайды, қай қазақ тастайды? Бізде де бала бар. Сіздерден өтініп сұраймын. Шындық, әділдік болса айтыңыздаршы. Осы нені барлық неге таратып, сіздерден көмектесулеріңізден сұраймын, заңгер мырза. Енді кішкентайымда осы көшіп келгенге әбекеңнің үйі ғой енді ол. Енді оның дауласатын ешқандай ол адамның азаматтың мындай несі қақшы, күйеуі жоқ, қызы инвалид, өзі инвалид. Енді бұл бөліп берем деген. Тартып алып ешқандай қақы жоқ оның ешқандай тартып алып. Қалай тұрады бұл үйге, қалай тұрады? Балалардың көз жасына қалмай ма? Бұл балалар қалмай ма? Құдайды білмейтін адам да. міне мынау абалар, әпшелер, міне сіңілдерім көмектесіп жатыр. Осы үйімді алып берулеріңізді сұраймын. 4 бала шағамен далада қалмауым. Нұрлыбек деген кім? Кіміңіз болады ол сіздің? Танымаймын, сол Мұханның адамы Нұрбек деген. Ол сізді қалай тауып алған? Мұхан тауып берген. Әлияның жолдасы Нұрбол деген соның несі бірге тұрады сол ауылда. Бұл Әлияны да мені алдап кетті. Қай ауылда? Майданталда. Міне Әлияны да алдап кетті қазір. Нұрбек деген бала. Ол кісі мені қарындасым, ойбай сені далада қалдырмаймын, 4 бала мен жетім қалмайсың деді маған. Осы тірліктің бәрін істеген қай нотариус? Жоқ, нотариус кім? 2 нотариус қой. Атын айтсайшы. Қай жерде отырады? Біреу мынау Сара комплексінің бер жағында, біреу мынау неде? Бесік базарының қарама қасында. Бұл тамды 6 миллион сатты деп естігенбіз біз. Баста, иә? Маған да сөйтіп айтты өзі. Мен айттым, 6 миллионға сатты деп естідік. Сонда Нұргүлден сұрадым мен. Нұргүл, мына тамды сатқан рас па десем. Иә деді. Сен жынды болған шығарсың дедім. Үй сатқан жоқпын мен кішкентай. 6 миллионға бұл там болмайды ғой, жындысың ба дедім. Жүйде келіп, шынына келгенде 500 мыңға сатқан екен ғой. Бұдамды емес, натамында. Нұргүлді алдап сулап, ана үй әперем деп көшіріп кеткендағы 14 бір ғой баяғы. Тігінші. Соған отырысып қойған ғой. Дом отыр. Дом емес қандай? Әпшейте ғой жаңа. Барақ ол. Терезелері жоқ, сынып қалған. Жаман Мен туалеттер өзім сасып көрген жоқпын, кеткен. бірақ мен соны естідім да жүрегім ауырды. Оған бүйтіп айтқан ғой, 6 миллионға үй әперем деген ғой. 6 миллиондық үйде тұрып жатырмын деп айттым. Бұл енді 6 миллион үй тұр. Сөйтіп айттым сен. Маған сөйтіп айттың Нұргүл. Құтты болсын айтып барайық та деп Сөйтіп айттың маған. 6 миллиондық үй алдым тұрып деді. жатырмын Ол деді. кезде бұл миы ашып қалған ол кезде. Миы айналып қалған. Нұргүл бері қара, Нұргүл бері қара сен. Үйтіп дауылма. Ол кезде сен миың айналып қалған. Иә. Не то? Бірдеңе айтып тұрады. Иә, соңы мен айттым. Апай дейін айттың ғой. Мен айттым, Нұргүл Маған да дедім, сөйтіп айтқан. давай есін жина дедім. Есін жина дедім. Айналайын дедім, балдарың бар, есін жина дедім. Сол кезде бұл бір 10 күнде ме, 15 күнде ме өзі келді. Дем салдыр дедім. Балдарын дем салдыр дедім. Ауырып қалды. Күнеге скорый. Әнекей. Сөйтіп мен бұған не берген білмеймін. Бұл 500 мыңға үй сатпау керек ол, сатпайды. Кім сатады? Мүмкін емес. Ол 500 мыңның 200 мыңында алған ғой, 200 мың Нұрбек деген бел алған ғой. Мен жақсы білемін оны. Әнекей. Мойны өзі Нұрбек ақырында Нағыз алаяқ болды ғой ол. Ана алар келгенде де мен бармын үйдің сатып алдық. Біз сатып алдық ширемді, айнен ішкенде дедім. 4 баланың көз жасында қалмайсың ба? Сенің байың бар екен. Бұл байы жоқ дедім. Бұл қайға барады дедім. Сөйтіп мен үйіне қуып шыққан менмін. Сіз кім боласыз дейді. Мен нағыз кім болатынмын дедім. Мен әпшесімін дедім. Мен көршімін, әрі әпшесімін. Шалдың көзін көргенмін, әбдалдың көзін көргенмін. Айнекей. Ләжі болса осы тамды Ол кісі ше сосын
Мектепке де барып жүр ғой ол кісі, неге мектепке барып жүр? Сол бала Ақпарат жинап жүр ғой ол кісі. Больницаға да барыпты. Үй сатып алған кісі ма? Иә, мектепке де барыпты, больницаға да барыпты. Ол неге барады бұл? Бұдан ақпарат жинап жүр. Қандай кісі деп менен де сұрады. Не істейді, не жұмыс істейді, өзі дені сау ма деген сияқты әңгімелер айтады. Ол жан-жақтан ақпарат жинап жүр бұны. Қолдай ма, көршілер қолдамай ма? Қолдамаса мен сол үйді алып қояйын деген сияқты. Сондай болған ғой, ол да политика болған, ол да арам ой болған. Сөйтіп бұны жан-жақтан ақпарат жинап, болмаса жаңағыдай үгіттеп жаңа көршілерді сөйтіп неғып алып қоймақшы ой болған үйді. Шара қолданамасаңдар, Назарбаевқа жазады. Назарбаевқа жазады. 500 мыңға бұл үйде бір жаңа алаяқ сатып алған. Ортада жүрген бір алаяқ түсіп. Оның 200 мыңына 250 мың болған қолы тегі 250 мың жаңа алаяқ жаңағы алған. Алдап кеткен. 500 мың емес 250 мың алған. Ол 250 мың не ол? Құрметті халық, елім жұртым, мынау жетім жесірді қолдайтын алдымызда ораза жатыр, әлеумет мына үйін 500 мың берсең үйіңді береміз деп жатыр. Соны жинап ел жұрт болып үйін отанын алып қалайық, бала шағасын шулатпайық, жетім жесірді жылатпайық, ел халық жиналса көп болса көбейді ғой. Бәріміз бірігіп осының үйін алып қалуға көмектесейік. Экрандағы счетқа осы неге ақша салуларыңызды сұраймыз. Осы қызды жылатпайық. Алда ораза келе жатыр. Өтініш. 4 баласы ауру, өзі де ауру. Сіздерден сұрағаннан сот 5 күн осы. 5 күн өзі не берген екен ғой. Срок берген екен. Сол срогын нағылмай 5 күнде аз даже. Bir айда аз болған. Бір 2-3 ай берсе осы кісіні алып қалсақ, ортадан ақша жинасақна, қалталы азаматтар сіздерден көмек сұраймыз. Осы үйден алып қалмасыз, сіздерден өтініш. Өзі де ауру, қызы да ауру. Мына көмектесетін жандар болса, мына шотқа осы неге тапқаныңызша ақшаларыңызды салсаңыздар. Сіздерден өтініп сұраймыз. Біз де көрші болып көмектесеміз, сол шотқа ақша салысуға көмектесіп, атсалысамыз көрші болып.